Құрметті ата-аналар, оқушылар, осыдан 2 ай бұрын біз Ботай музейімен меморандумға отырған болатынбыз. Енді осы меморандум аясында мектеп жанында археологтар клубы құрылған болатын, оның жетекшісі міне Думан Қайратұлы. Енді осы кісі балаларды жазда археолог қазбаларға апарайын деп отыр, сол туралы айтып кетсеңіз. Біз 6-9 маусым аралығында балаларды Айыртау ауданы Никольск ауылындағы Ботай қонысына археологиялық жұмыстарға практика апаратын боламыз. Ол жерде балалар тек қана зерттеу жұмыстарымен айналысып қана қоймай, өздерінің білімдерін шыңдап, одан бөлек кешкі серуендер, от жағып деген сияқты тағы да мынау зерттеу жаңағы экспонаттарды қалай архивқа дайындау, жазу туралы барлығын нақты практика түрінде жаңағы білетін болады. Өте тамаша. Яғни ол жердегі балалар қазба жұмысы кезінде тарихи бір заттарға да үңілуі мүмкін, өте тамаша. Яғни Ботай мәдениетінің тарихына үңілгілеріңіз келсе, құрметті оқушылар, Думан Қайратұлына келіп жазылыңыздар. 6 күні жолға шығады, 1-2 күннің ішінде уже балалар бар, жазылған қосымша балалар болатын болса апарамыз. Сәттілік.